Ассалаумағалейкум қазақ елі. Аңдатпаған. Қазір жастардың көбісі кітапқа емес, телефонға тәуелді. Оны біз айтамыз және оны көрсететін боламыз. Қазір әрбір жаңалықта бір емес бірнеше телефон бар. Сонда ата-аналар айға қарап отыр ма? Қазір ата-аналарының өзі телефонға үңіліп отырады. Бұны айтамыз және көрсететін боламыз. Сәлем қарындасым, сен күніне 24-тен қанша сағат телефон ұстайсың? Мен 30 минут қараймын телефонды. О, бәрекелді қарындасым. Міне халқымызда осындай да телефонда астап кітап оқитын жандар бар екен ау. Сонда сенің ата-анаң қанша сағат көңіл бөледі? Маған ата-анам 12 сағат көңіл бөледі. Ата-анаңа рахмет, осындай баланы тәрбиелеп өсіріп, телефонның орнына өзі қамқор болып жүргеніне. Сәлем қарындасым, сен күніне қанша сағат телефон ұстайсың? 9-10 сағат. Сенің ата-анаң көңіл бөле ме өзі? Иә, маған көңіл бөледі және де айтады. Ата-анаң саған ұрыспай ма? 9-10 сағат бойы телефон ұстау деген. Тығылып ұстайды. Онда сотканың ішінде тығылып ойнайтындай не бар? Енді ол маған өте қызық. Өзімнің қарайтын заттарым бар, вот солар қызық. Міне қазақ елі, 9 сағат, 10 сағат деген ол 24 сағаттан көп қой. Сонда бұл өзі сабағына барып келіп, ұйықтаумен сонда 14 сағат өтіп кетсе, 10 сағат бойы телефон ұстау. Қазіргі халқымызды бұзып бара жатыр бұл телефон. Ол сонда сенің миы ауырып, және ауруларға шалдығуы мүмкін. Сол үшін 10 сағат дегенді тыя бастайық. Ары кетсе 2 сағат, 3 сағат болса жетеді. Сәлем қарындасым. Сен 24 сағатта неше сағат бойы телефон ұстайсың? 2,5 сағат. Сонда ата-анаң жұмыстан келеді дейік мысалы. Неше сағат ата-анаң саған көңіл бөледі? Жұмыстан келіп барынша көңіл бөледі. Міне осындай қыздарды ата-аналары тәрбиелеп өсіргеніне мыңда бір шүкір. Қайта ата-анасы бұны бақылап 2,5 сағат ұстатыпты. Ал ендігі қонағымыз осы қыздан сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіз күніне неше сағат телефон шықпайсыз? Әрі кетсе 4-4,5 сағат. Ата-анаңыз неше сағат көңіл бөледі? Кейбір кездерде маған сабақтан көмек керек болса, мен анамнан сұрасам, анам маған 2 сағаттай көңіл бөледі. 4-5 сағат сізге көп емес пе негізі? 4-5 сағат ол менің сабақ оқуларыма кетеді. Сіз сонда күніне қанша сағат кітап оқисыз? 1 сағат. 1 сағат оқисыз. Сонда қалған уақыттарыңызды неге құртасыз? Үй жұмысы, кей кездерде далаға шығып серуендеу. Кітап оқитын жастарымыз бар екен, оған да шүкір. Бұл Балақай да өзі телефон ұстап отыр екен. Балақай, сен күніне өзі қанша сағат телефон ұстайсың? 1,5. 1,5? Неше сағат ата-анаң саған көңіл бөледі? Көбінесе көңіл бөледі, бос уақытта. Сен кітап оқисың ба? Иә. Күніне қанша сағат примерно? 1,5 сағат. Мінекей қазақ елі кітап оқитындардан қарағанда телефон ұстап көп уақыттарын пайдасыз нәрсеге кетіретіндер көп екен. Сіздерге телефон ұстамаңыздар демеймін, бірақ әр нәрсенің өзінің шегі бар. Әрі кетсе 2 сағат немесе 3 сағат арасында ғана ұстаңыздар. Қалған уақыттарыңызды кітап оқу және серуендеумен өткізіңіздер. Сіздермен болған мен Ерасыл, сау саламатта болыңыздар.